Hamid Official. Hamid Official. Баршаға сәлем достар, бұл қызықты ақпараттар беретін Hamid Official YouTube каналы. Бүгін сіздерге талантты ағылшын актері, продюсер, каскадер, жауынгерлік өнер шебері Скотт Эткинс туралы ақпарат бергелі отырмыз. Юрий Бойко атымен танылған актер туралы қызықты ақпаратты білгіңіз келсе, каналға тіркеліп лайк басып кетсеңіз болады. Скотт Эдвард Эткинс 1976 жылы 17 маусымда Англияның Саттон Колдфилд қаласында дүниеге келген. Ол аталарынан жалғасып келе жатқан қасапшылар отбасында дүниеге келеді. Ата-анасы Джон мен Жанет Скотт пен оның үлкен ағасы Крейгтің тәрбиесіне көп уақыт көңіл бөліп, нағыз ер жігіт қылып өсіруге тырысады. Скотт Колдфилдтегі епископ Весси атындағы орта мектепте оқиды. Оның сабақ үлгерімі нашар болды, себебі түнімен Брюс Ли, Жан-Клод Ван Дам, Джеки Чан секілді кумирлерінің боевик фильмдерін көріп ұйықтамайтын. Осы кино жұлдыздарға еліктеп киноактер болуды армандаған. Соның арқасында тіпті ұйқысын сабақта жалғастырған кездерде болған екен. Скотт ерте жастан бастап әртүрлі спорт түрлерімен айналысқан. Бірақ әкесі оны ағасымен бірге жергілікті дзюдо клубына жібергеннен кейін 10 жасында жекпе-жек өнеріне қызығушылық танытады. Сол уақыттан бастап күнделікті жаттығулар жасай бастайды. Тіпті әкесінің гаражын арнайы жаттығу үшін өзіне жағдай жасап алады. 14 жасында шығыс жекпе-жегі ұйымының мүшесі, жаттықтырушы Рон Сергиодан таеквондоны үйрене бастаса, бірнеше жылдан кейін жаттықтырушысы Энтони Джонстың басшылығымен кикбоксингпен айналыса бастайды. Жақсы нәтиже арқасында Скотт таеквондо және кикбоксингтен қара белбеу иегері атанды. Ол спортта жүргенмен актерлық өнерге деген қызығушылығы басым болды. Мектеп кезінде театр үйірмелеріне қатысып көрді. Алайда сахнада рөл ойнау кезінде қатты ұялатын әрі қорқатын еді. Ол қорқынышын жеңу үшін әрмен қарай оқуын жалғастырды және колледжден соң Лондон өнер академиясына түсті. Алайда бірінші курстан соң оқу ақысын төлей алмай тастап кетеді. 1998-1999 жылдары Скотт бірнеше сериалдарда эпизодтық рөлдерді сомдады, бірақ ешқандай танымалдылыққа келмеді. Дегенмен Скотт осы сериалдар арқылы өзіне тәжірибе жинақтады. Уақыт өте Гонконгтың каскадерлар қауымдастығының басшысы Стефан Тунгфей актерді төтенше қоңырау киносына түсуге шақырады. Скотт қуана келсе және осы фильмде екінші пландағы актерлардың бірі болады. Әрмен қарай Джеки Чан басты рөлді ойнаған Кездейсоқ тыңшы киносында эпизодтық рөл сомдайды. Балалық шағындағы кумирмен бір фильмде ойнаған Скотттың қуанышында шек жоқ еді. Актер 2002 жылы Қара маска 2 фильміне түссе, 2003 жылы Джеки Чанмен бірге Медальон киносында тағы да жүздеседі. Актер сериалдар мен фильмдерде кішігірім рөлдер ойнап, тәжірибе жинақтай бастайды. Сол уақытта киномен бірге ушу, джиу-джитсу, таеквондо, карате, дзюдо, карате және муайтай секілді жауынгерлік өнердің бірнеше түрін меңгере бастайды. 2005 жылы Джет Ли басты рөлде ойнаған Дэнни Цепной пес киносында Питбуль фильмдерінде жарқын образдармен көзге түсе бастайды. Осы жылы Скоттты әлемге танытқан Неоспоримый яғни даусыз киносының екінші бөлімі жарыққа шықты. Актер бұл фильмде орыс жауынгері Юрий Бойко есімді кейіпкердің рөлін сомдады. Басты рөлде Майкл Джей Уайт болды, ал Скотт Эткинс оған мықты қарсылас болу үшін күні-түні жаттығу жасады және өзіне салмақ қосуына тура келді. Екі актердің төбелес сахнасы фильмде ерекше әдемі шығып, талай көрерменнің ыстық ықыласына бөленеді. Актер Бойко есімді жаман кейіпкер образын ерекше сахналады және осы Бойко образы оның кино әлеміндегі визиткасы болды десек қателеспейміз. Оны көргендер Скотт емес, Бойко деп атай бастады. Осы кинодан Скотт $150,000 қаламақы алды және жаңа фильмдерге түсуге шақыртулар алады. 2006 жылы Қызғылт Пантера комедиясында, 2007 жылы Ультиматиум Борна кинофильмінде ойнады. Ал 2008 жылы арнайы тапсырма киносында балалық шағындағы кумирі Жан-Клод Ван Даммен бірге рөл сомдайды.
Шығыс жекпе-жегінен хабары бар дене бітімі мықты актерді 2009 жылы Ниндзя киносында басты рөл сомдауға шақырады. Осы кинодан $400,000 табыс тапты. 2010 жылы бүкіл дүниежүзі күткен Неоспоримый, яғни Даусыз киносының 3-ші бөлімі жарыққа шығады. Бұл кино Юрий Бойко басты кейіпкер етіп алынып, Скоттың бағы жанады. Фильм өте сәтті шығып, актер $300,000 қаламақы алады. Action Fest кинофестивалінде жоғары бағаланып, үздік режиссерлік жұмысы үшін және үздік жекпе-жек сахнасы номинацияларын жеңіп алды. 2011 жылы актер Лиза есімді қызбен танысып кездесе бастайды. Сол жылы Кармел Габриэлла есімді қыздары өмірге келеді. Актер отбасына көбірек көңіл бөлгені соншалық өзі сүйіп ойнайтын Call of Duty компьютерлік ойыннан бас тартып, қызы және әйелінің жанында көбірек бола бастайды. 2011 жылы актер Жан-Клод Ван Даммен бірге Игры киллеров трейлерінде ойнаса, 2012 жылы Ван Дам екеуі тағы бір фильмде кездеседі. Бұл Универсалды солдат 4 фильм еді. Скотт пен Ван Дамның төбелес сахнасы акробатикалық стильдермен жүзеге асуы керек болатын. Алайда Скотт белінен жарақат алған соң қарапайым төбелес сахнасы түсірілді. Фильм сәтсіз шықса да, Скотт бұл кинодан $380,000 табыс табады. Дәл осы жылы Сильвестр Сталлоне продюсерлік еткен «Неудержимые 2» боевик киносы жарық көреді. Скотт бұл фильмде жаман адам образында танымал кино жұлдыздарымен бірге ойнайды. Фильмде Жан-Клод Ван Дам, Джет Ли, Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Шварценеггер, Чак Норрис тағы да басқа кино жұлдыздар болды. Актер әрмен қарай Гринго, Ниндзя 2, Доктор Стрэндж тағы да басқа көптеген фильмдерде рөл сомдай бастайды. Ал 2016 жылы көпшілік күткен Неоспоримый 4 киносы шығады. Бұл жолы Бойканың ерекше төбелес стильдері көрермен көңілінен шығады. Скотт бұл жолы бойы 2 метрден асатын гигант актер Мартин Фордпен төбелес сахнасын ойнайды. Актер бұл кинодан $300,000 қаламақы алады. Скотт танымал фильмдерге түссе де қаламақысы тым көп емес. Алайда ол түскен фильмдер жақсы табыс тапты. Актер әрбір кинодағы дайындық жұмыстарын, жаттығуларын өзінің әлеуметтік желілеріне салып отырады. 2018 жылы Джошуа Джек Эткинс есімді ұлы өмірге келгенде, баласымен бірге өткізген қызықты сәттерін де әлеуметтік желіге салып, жанкүйерлерін қуантып отырады. 2019 жылы Ип Ман 4 киносында актер Донни Йенмен бірге ойнады. Екеуінің төбелес сахнасын киносыншылар жақсы бағалады. Осы жылы 3 есе қауіп киносында танымал актерлар Тони Джа, Майкл Джей Уайт, Ико Уайспен бірге ойнады. Фильм жақсы бағаланды және қомақты табыс тапты. Дәл осы жылы жарыққа тағы да бір фильм Скотттың өзіне қатты ұнайды. Британдық психопат деп аталатын кино Скотттың Бойко образының шығуға, актерлік шеберлігін арттыруға көмектескен екен. 2020 жылы актер түскен Коллектор 2, Майк Клауд, Заложник фильмдеріне киносыншылар төмен баға берді. Ал осы жылы актер Дольф Лундгренмен бірге ойнаған Падание замка киносы жарық көрді. Келер жылы актер Скотт Эткинсті Джон Уик 4 күндізгі ауысым және One-shot фильмдерінен көретін боласыздар. Әлемге танымал актер болғанына қарамастан, Скотт әлі күнге дейін Бирмингемнен алыс емес үйде ата-анасына жақын жерде тұрады. Мұның екі себебі бар. Біріншіден, оған үлкен мегаполисті қалалардың шуы ұнамайды. Екіншіден, отбасына мүмкіндігінше көп уақыт бөлгісі келеді. Ол аптасына 3 рет спорт залға барып жаттығу жасайды. Пандемияға байланысты спорт залға бара алмаған актер өзінің гаражын спорт залға айналдырады. Актер машиналар ретінде Range Rover көлігін ұнатады. Оның қарапайымдылығы соншалық, ешқашан жұлдыз ауруына шалдықпаған және басқалар секілді көлік пен виллалар сатып алғысы келмейді. Юрий Бойко атымен танылған актер Скотт Эткинс бос уақытын жаттығу мен отбасына және кино түсірілімдерге арнағанын ұнатады. Достар, біз білетін мәліметтер осы. Алдағы уақытта қай жұлдыз немесе кім туралы білгіңіз келеді, комментарийге жаза кетсеңіз болады. Бұл қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube каналы. Бізге жазылыңыз, лайк басыңыз, өз пікіріңізді төменге жаза кетсеңіз болады. Келесі кездескенше амандықта болайық.